аламыз. Кольцоны шешеміз, қолымызда ұстап тұрамыз. Егер бұны қолыңмен ашып қалмасаң, бұл ұстап тұра берсең болады, жауды күтіп тұрамыз. Ал ашқаннан кейін 4 секунд болса ол жарылып кетеді. Сондықтан да біз жауды келе жатқан танкіні көреміз да, жақындап қалған кезде алып ол жарылады. Тағы да жан-жақтарында адамдар жау келе жатса, ары қарай біз автоматпен қимылдаймыз. Автоматын салып, нарубежат критерине 10 метр бой деген кезде затвор тартып, біз автоматическийге қойып, бір автоматическийді бір басқанда 3 оқ шығады. Бұдан кейін жауды ата береміз. Бұл практикалық сабақтарымыз. Егер де практика жүзінде түсінікті болса, оқушылар енді сендерге конспект түрінде мен сендерге WhatsApp желісі арқылы жіберемін, жаңағы несін қағаз түрінде. Ал сендер соны конспектіге жазып, маған жібересіңдер. И мектепке барған кезде мен сендерді осылардың бәрін практически бағалайтын боламын. Сау болыңдар.